Жетісу ойнаған жоқ. Сонымен матч басталды. Қазір екі команда ойыншыларын жылдам таныстыра кетейікші. Жетісу бүгін шартты түрде алаң иелері, ендеше алаң иелерінен таныстыруды бастайық. Жетісу қақпасында Арсен Сиукаев, 27 жастағы голкипер, 77 нөмірде өнер көрсетеді. Нұрлан Дайыров 3-ші, қорғаныста Гия Гадунели, Чадунели 4-ші нөмірде, Рауан Орынбасар 5-ші, Мейрамбек Қалмырза 6-ші нөмірде өнер көрсетеді. Асхат Балтабеков бар, қорғаушы, 23-ші нөмірде, жартылай қорғаныста Серікжан Мужиков 7-ші, Данияр Үсенов 11-ші нөмірде, Антон Шрамченко 20-ші, Максим Чеканчи 9-ші және Виктор Брага 88-ші нөмірде өнер көрсетеді. Бас бапкер Қайрат Нұрдәулетов. Жетісу 4-5-1 жүйесі бойынша ойнайды. Мінекей Қазақстан жастар құрамасының экс-бас жаттықтырушысы Қайрат Нұрдәулетов биылғы маусымда мінекей Жетісу командасын тізгін ұстап отқан жайы бар. Астана командасында қақпада Йосип Чондрич 93-ші, қорғаушылар Ян Вараговский 6-ші, Абзал Бейсебеков 15-ші нөмірде, Иоаннис Масоурас 17-ші нөмірде, бұл жігітте қорғаушы. Сондай-ақ 45-ші Алекс Аманович, 7-ші нөмірде Макс Эбонг, Марин Томасов 10-ші, Барнс Осей 19-ші, Елхан Астанов 21-ші, Лопес Суэска 9-ші, Усман Камара 28-ші нөмірде өнер көрсетеді. Бас бапкер Григорий Бабаян. Қонақтар бүгін 4-2-3-1 жүйесі бойынша ойнайтындығын айта кетейік, яғни 4 қорғаушы, 2 жартылай қорғаушы, артқы треністе жартылай қорғаныста және 3 ойыншы шабуылға жақын, ал өткір шабуыл шебінде Усман Камара. Мінекей Григорий Бабаян Астана командасының бас бапкері. Сонымен Сиукаев допты ойынға қосты. Жетісу командасы үшін биылғы маусым ресми түрде енді ғана басталғандығын жаңа ғана айтты. Ардақтаған жалпы алғанда бірінші турда астаналықтар жеңіске жетті. Жеңіс командасымен кездесті ұжым бірінші турда және ол ойында 2-0 есебімен астаналықтар жеңіске жеткен болатын. Бірінші турдың ең алғашқы матчы осы Астана мен Жеңіс арасында өтті. Калмыков өз қақпасына гол соқты. Елхан Астанов 62-ші минутта гол соққан болатын. Жалпы есеп 2-0 есебімен нәтижесімен аяқталды. Никита Калмыков гол өткізіп алды. Бірінші турдағы нәтижелерді айтатын болсақ, Астана жеңіс 2-0, Қайсар Ақтөбе арасындағы ойында 4 гол салынды. Ойын 1-3 болып ақтөбеліктердің пайдасына аяқталды. Елімай Атырау арасындағы ойында гол салынған жоқ. Жалпы бірінші турда гол болмаған осы Семейдегі ғана матч еді. Одан кейін Қайрат өз үйінде Қызылжарды жеңді. Есеп 2-1 бірінші таймда гол салынды. Сондай-ақ Жоу Пауло гол соқты. Екінші тайм басылар салысымен Таразбас теңескенмен Қайрат командасының сапындағы грузиялық жартылай қорғаушы әдемі гол салып командасына 3 ұпай сыйлады. Ордабасы Шахтер арасындағы матчта енді ғаламат есеп тіркелді. Өйткені өткен маусымның чемпионы арасында чемпиондық ойында көрсетіп 5-0 есебімен жеңді. Тобыл Тұран арасындағы ойында Қостанайдың ұжымы биылғы маусымдағы суперкубоктың жеңімпазы жеңіске жетті. Есеп 2-0. Сонымен Жетісу командасы Ақсумен ойнау керек еді негізі, бірақ Ақсу осы бірінші турдың басталуына бір күн қалған кезде турнирге, биылғы маусымдағы турнирге қатыспайтындығын туралы хабарлаған еді. Сондықтан да Жетісу бірінші турда ойнаған жоқ. Жалпы енді осы екінші турда да бір команда ойнамайды деген сөз. Жалпы екінші турда қай ұжымдар өнер көрсетеді? Жетісу Астана, Қайсар Қызылжар, Атырау Ордабасы, Тобыл Елімай, Жеңіс Шахтер және Тұран Қайрат командалары кездеседі. Осы орайда Ақтөбе командасы қазір екінші тұрған ақтөбеліктер екінші турда ойнамайды. Неге? Өйткені Ақсу командасының жоқтығына байланысты. 14 ұжымның орнына 13 команда бар. Бұл турасында еді айтылды. Барлығы белгілі болды. Сондықтан да Ақсу өкінішке қарай биыл Қазақстан біріншілігінде жоқ деп айтуға болады. Өкінішке қарай жоқ. Әзірге ойын басталғалы бері мінекей Жетісу жігіттері қорғаныста жап-жақсы ойнап жатыр. Және команда енді бүгінгі матчта Серікжан Мужиков сияқты өте тәжірибелі ойыншы бар. Ұлттық құраманың экс ойыншысы. Астана командасының сапында талай жылдар бойы өнер көрсетіп, талай мәрте чемпион атанған жігіт бүгін енді өзінің туған командасының сапында ойнап жатыр. Капитандық міндетте. Жалпы Жетісу командасының тарихындағы
Еуропа лигасындағы ең алғашқы голдың авторы осы Серікжан Мужиков болатын. Қателеспесем 2011 жылы Жетісу мен Гомвет командалары кездескен және сол ойында Талдықорғанда 1-1 есебі тіркелген еді. Сол ойында пенальтиден Серікжан гол соққан болатын. Міне өзінің қаншама жыл салып, араға қаншама уақыт салып, өзінің туған командасында ойнап жатқан жайы бар. Сонымен жетісулықтар бүгін қалай ойнайды? Бүгін команда енді 4 қорғаушы, сондай-ақ 5 жартылай қорғаушы, яғни 3-еуі ортада, 2-еуі қапталда және шабуыл шебінде жалғыз ойыншы, ол Виктор Брага. Және матчтағы алғашқы бұрыштама добы Рауан Орынбасар, 26 жастағы қорғаушы, Қайрат Нұрдәулетов те кезінде Астана сапында ойнаған, Локомотив болып тұрған шағында ойнаған, енді Қазақстанның бірнеше командасында өнер көрсетті. Нұрдәулетов ұлттық құраманың капитаны болды. Бүгінгі таңда өткен жылы Мақтааралда жұмыс істеді және биыл осы Жетісудың тізгінін ұстады. Матчтағы алғашқы бұрыштама добы қаншалықты қауіпті болады екен? Қазір бас төреші варда отырған әріптестермен ақылдасып жатыр. Әңгімелесіп, бұрыштама болады. Сонымен қаншалықты қауіпті жасайды екен бұрыштаманы. Аманович әуелегі допқа бірінші жеткенде көрінді. Вараговский, Қазақстан құрама командасының ойыншысы Вараговский, және ескерту қағазында көрсетуге болатын шығар. Төреші әзірге ойынды тоқтатты. Фол тіркеліп жатыр және Гиячадунели деген қорғаушы Жетісу командасының. Бұл матч Алматы қаласында өтіп жатыр. Өйткені Жетісудың алаңы әлі дайын емес Талдықорғанда. Жалпы Астана командасы да биылғы маусымда өз үйіндегі ойындарды Алматыда өткізеді. Бұл турасында біз осыған дейін эфирімізде айттық. Оның себептері бар. Басты себебі ол Астана аренаның жабылуы болып тұр. Өйткені биыл көшпенділер ойындары болады Астанада. Одан кейін аренаның өзін жалпы қайта жөндеуден өткізу керек. Соған байланысты желтоқсанға дейін жабық болады. Жетісу ойыншыларында да негізі бүгін мүмкіндік болады. Сөзсіз мүмкіндік болады. Екінші нөмір ойнайтындығы түсінікті алаң иелерінің. Ал бірінші турдағы жеңістердің арқасында Ордабасы ең көп гол соққандықтан турнир кестесінде 3 ұпаймен көш бастап тұр. Ақтөбе 3-1 есебімен жеңді. Қайсарды айттық, 3 ұпаймен екінші, астаналықтар 3 ұпаймен үшінші орында. 2-0 есебімен жеңді. Тобылда 2-0 есебімен жеңді. Сондықтан да Тобылда да 3 ұпай бар. 4-ші орында Қайрат 2-1 жеңгендіктен 5-ші орында. Осы алғашқы 5 команда бірінші турдың қорытындысы бойынша жеңіске жетті. Одан кейін Атырау, Елімай командаларын 0-0 есебімен тең түскендіктен 1-1 ұпай еншілеп, турнир кестесінде 6-ші, 7-ші орындарға жайғасты. Жетісу 0 ұпаймен 8-ші, өйткені матч өткізген жоқ. Ұпайы жоқ командалар Қызылжар, Қайсар, Жеңіс, Тұран және Шахтер. Қонақтар қазір тоталды басымдыққа ие. Макс Эбонгтың қапталға асырған пасы Беларусь құрама командасында өнер көрсетеді. Эбонг Ян Вараговский өзіне үйреншікті сол қаптал арқылы ойнап жатыр. Вараговский допты қайта өзіне алды. Енді әулеті пас шығарып береді және қақпаға соққы жасап кетуі де мүмкін еді бұл жерде. Қауіпті болды. Марин Томасов Астана сапында ойнап жүргеніне біраз уақыт болды бұл жігіттің.
мінекей көз ашып жұмғанша матчтың 10 минуты өте шықты. Астаналықтар тағы да шабуылға шықты сол қанат арқылы. Қапталда Усман Камара. Алыстан бір соққы жасап көруге болады. Лопес Уэска. Тепті, бірақ қорғаушылардан ары аспай жатыр. Орта қарай асырған тамаша пас. Вараговский допты өз командасында қалдырды. Астана сапында қазақстандық 3 ойыншы бар. Қазақстанның құжаты бар. Элхан Астанов, капитан Абзал Бейсебеков және Ян Вараговский. Алаң елерінде Асхат Балтабеков, Нұрлан Дайыров, Мейрамбек Қалмырза, Сергжан Мужиков, сондай-ақ Рауан Орынбасар, Данияр Үсенов. 6 футболшы бар. Өзіміздің қара көздер. Ал қазір Жетісу қорғаушысына көмек көрсетілу керек сияқты. Мейрамбек Қалмырза 21 жаста қорғаушы. Аяғына орта болған сияқты. Марин Томасовпен қақтығысып қалған. Ал бұл жерде қақтығысқан кім? Асхат Балтабеков негізі. Өткен маусымда елордалықтар Қазақстан чемпионатында 2-ші орын алды, ал Жетісу болса 11-ші орынға тұрақтаған еді. ...1981 жылы негіз қаланған Жетісу командасының осыдан 43 жыл бұрын Қайрат Нұрдәулетов туған жылдар ғой, Нұрдәулетов 1982 жылғы маман. Қазақстан құрамасында біраз ойын өткізді. 41 жаста. Алматы қаласының тумасы. Ұлттық құрама команда сапында 35 матчта алаңға шыққан 2003-2013 жылдары және 5 гол соққан екен. Жетісудың шабуылы. Сергжан Мужиков әдемілеп бастап берді. Енді бір қақпаға соққы жасап көруге болады. Осындай сәттерде мүмкіндіктер болады. Йосип Чондрич әзірге допты әдемі ұстап алды, бірақ доптың шу бағыты кішкене өзгерді. Осы екінші турдан кейін Қазақстан чемпионаты үлкен үзіліске кетеді. Оның себептері бар, өйткені ұлттық құрама команда ұлттар лигасы аясындағы жартылай финалдық матч өткізеді. Ұлттар лигасының ойындары өтеді, соған байланысты чемпионаттар демалысқа кетеді. Бүгінгі ойыннан кейін енді Астана командасы наурыздың 31 күні ғана матч өткізеді. Ол кезде 3-ші тур аясында Шахтер командасымен сыртта кездесетін болады. Ал Жетісу командасы бүгінгі кездесуден кейін 30-ші наурызда бірақ ойнайды. Ол кезде Атырау командасына қонаққа барады. Сонымен жетісулықтардың жылдам шабуылы болмай қалды, өйткені тәртіп бұзылды. Айыптауын орындайды Марин Томасов, сөзсіз өз орындайды Марин Томасов. Астана сапындағы ең үздік Сұрмерген.
80-ге жуық гол соққан осы уақытта 2017-тен бері өнер көрсетеді. Марин Томасовтың алыстан бағыттаған соққысы, бірақ қақпадан биік ұшты. 15 минут өте шықты. Есеп әзірге 0-0 және дәл соққылар бойынша Жетісу командасы алда тұр. Негізі қонақтарда бір соққы жасаған еді, бірақ Арсен Сиукаевтың алаңдайтындай бір қауіпті соққысы болды деп айта алмаймыз. Сиукаев 27 жаста, Жетісу сапындағы бірінші маусым өткізіп жатыр. Өткен жылы бұл жігіт Ресейдің Спартак Нальчик командасында өнер көрсетті. Оның алдында тағы бір ресейлік Машук КМВ деген командада ойнаған екен. ФНЛ 2-ші дивизиондағы командада. Мужиков Астана командасының енді аңыз ойыншыларын бір десек қателеспейміз. Өте мықты плеймейкерлердің бірі. Кезінде Станимир Стаиловтың заманда Мужиков ұлттық құрама командасы сапында керемет ойнаған еді. Аманович, Барнс Осей, Абзал Бейсебеков. Бейсебеков бүгін таза орталық қорғаушының қызметін атқарып жатыр. Негізі өткен жылда Бейсебеков тек қорғаныста емес, сондай-ақ жартылай қорғаныста да қажет болған жағдайда шабуыл шебінде де ойнады. Және Қазақстан құрамасында да былтыр Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі аясында Бейсебеков бірнеше позицияда ойнап берді. Көбінесе жартылай қорғаныста ойнады. Ал қазір Макси Бонг Қазақстан чемпионатындағы ең қымбат ойыншылардың бірі. Қазір офсайд емес пе екен, және голкипер Чондрич бірінші жетіп жатыр допқа. Офсайд емес сияқты Максим Чиканчи сәл жылдамдығын қосқанда бұл жерде Йосиф Чондричте мүмкіндік аз болатын бе, қараңызшы. Өте әдемі ашылды бұл жерде. Сәл жылдамдықты қосу керек еді. Бір жағынан паста кішкене қаттырақ болды. Чондрич осының барлығын бағамдап қауіптің бетін қайтарды. Өткен жылы Бельгия чемпионатынан ауысып келген Вараговский Астана сапындағы алғашқы толыққанды маусымын бастап жатыр. Абзал Бейсебеков, Ян Вараговскийлер Қазақстан құрама командасының тұрақты мүшелері. Тағы да қазір ысқырық шалынып отыр, төрешінің амал жоқ. Ойынды тоқтатуға мәжбүр. Ұлттық құрама жігіттердің арасында Исламбек Қуат бар. Ол бүгін қосауық құрамда, бәлкім екіншіден алаңға шығып қалар. Тимур Досмағамбетов те қосауық құрамда. Талғат Кусяпов, Мұхамеджан Сейсен, Кәрімов сияқты жігіттер өз мүмкіндіктерін күтіп отқан жайы бар. Қазір Усман Камара қақпашымен бетпе-бет келіп, бірақ Арсен Сиукаев та қарап жатпай топты ұстап алды. 27 жаста Сиукаев Камараның соққы жасауына мүмкіндік бермеді. Вараговский әдемі өтіп кетті. Вараговский өткен маусымда Қазақстан чемпионатында сол қанатта ең үздік өнер көрсеткен қорғаушы атанды. Ойын тәртібі бұзылған жоқ, және қазір Жетісу командасы жылдам қарымта шабуылға шығады. Абзал Бейсебеков саспай бір орында тұрып топты әдемі алып қойды. Өте қауіпті, негізі абай болмаса төреші амал жоқ. Бұлай жалғаса беретін болса ескерту қағазын көрсетуі мүмкін. Және ескерту қағаз былай тұрсын, сары қағаз былай тұрсын, қызыл қағаз алып кетуі де мүмкін ғой. Нұрдәулетов қайта-қайта алаң жегіне шығып кетіп жатыр.
Григорий Бабайын екеуі негізі қатарлас екендігін айтайық. Тағы да стандартты жағдай. Доптың алдында Лопес Уэска және Марин Томасов. Енді бұл жол тағы да Марин Томасов тебуі мүмкін. Әдетте Томасов соңғы жылдары осында стандарт топтардың барлығын өз орында. Жоқ, қазір Уэскаға мүмкіндік берді. Арсен Сиукаев бұл жерде жағдайды өз бақылауында ұстады. Және доптың сыртқа шығып баратқанын алдын ала аңғарып, тосуға аса қатты талпыныс білдірген жоқ. Қонақтар қазір батыл-батыл ойнап жатыр. Бер жақта Нұрлан Дайыров допты алды. Енді жылдам пас беру керек. Мужиков қосылды. Дайыров қасырған пасы өтпей қалды. Мужиков амал жоқ, ойын тәртібін бұзды. Фол. Кезекті мәрте фол. 1989 жылы дүниеге келген Сергжан Мужиков дәл пас бере алмады. Максы бұл орнынан тұра алмай жатыр. Максқа не болды енді? Осындай майда ішінде фолдарды көріп отырмыз. Доп әлде болса қонақтарда, ал Жасқанат стадионына, Жасқыран стадионына қазір жанкүйлер ақырындап біраз жиналып қалған сияқты. Күнде салқын, негізі 1 градус минус кішігірім бір салқын бар. Жалпы алғанда 23 минут өте шықты, және бірінші таймның бел ортасынан асып бара жатыр. Былай қарасаңыз, Астана енді матчтың фавориті болып саналғанымен, жетісу жігіттерді қарап жатқан жоқ. Қайрат Нұрдәулетов командасы қазір қарсыласқа кәдімгідей әжептәуір қарсылас болып жатыр. Лайықты қарсылық көрсетуде. Ленинградец командасымен кездесті. Жетісу оқу-жаттығу жиындарында ол матч 1-1 есебімен аяқталды. Мужиков таразбасын теңестіріп кеткен екен. Ресейдің Ленинградец деген командасынікі. Сонымен қатар Волга Ульяновск командасымен де жолдастық ойын өткізді. 4-ші ақпанда ол ойын 0-0 есебімен аяқталды. Ал Ақтөбе мен Жетісу арасындағы матч өткен маусымда 2-2 есебімен аяқталған болатын. Нәтижесінде сол 2-2-ден кейін Ақтөбе 50 ұпаймен турнир кестесінде 3-ші орынға тұрақтаса, маусым қорытындысы бойынша Жетісу жаңа біз айтқанымыздай 11-ші орынға табан тіреді. Былтыр 14 команда өнер көрсетті. Оқжетпес, Каспий, Ақтау және Ақсу командалары 12, 13 және 14 орындарға табан тіреді. Ең соңғы сөйтіп Ақсу төмен түсіп кеткеніне қарамастан
Қазақстан чемпионатында ойнауға мүмкіндік алғанымен жалпы маусымда толыққанды өткізуге қаражат жинап үлгермеген екен. Макс Эбонг допты алды. Қапталға пас. Камыр Усман. Эбонг қалай өткізіп алды топты. Усман! Қалыстан соққа. Қауіпті көрінді негізі. Өтте қауіпті көрінді. Былтыр Астана 53 ұпай жинады. 26 ойыны қорытындысы бойынша 36 гол соқты. 24 гол қақпасына өткізді. 53 ұпай, екінші орын, Ордабасы 58 балмен жекелері көш бастады. 48 гол соқты және қақпасына 21 ғана гол өткізді. Ордабасы былтыр лайықты түрде Қазақстан чемпионы атанғандығын айта кетейік, құрметті көрермен. Үшінші орын Ақтөбе командасына бұйырды былтыр. Қазақстанның 5 дүркін чемпионы былтыр үшінші орынға тұрақтады. 50 ұпаймен 44 гол соқты, 23 голды қақпасына өткізді. Ал Қайрат көбіне өзінің жастармен ойнап шықты былтыр. Сөйтіп 44 балмен турнир кестесінде 4-ші орынға тұрақтады. Ал Қайраттың Қайрат командасының биылғы маусымдағы мақсаты чемпионатқа таласу. Бұл турасында клубтың басшысы Қайрат Боранбаев маусым басында хабарлаған болатын. Сонда Қызылжар 39 ұпаймен 5-ші орын алды, Қайсар 6-ші орын, Атырау 34 ұпаймен 7-ші орын, Тобыл 34 ұпаймен 8-ші орын, Мақтаарал командасы 29 ұпаймен 9-ші орынға тұрақтаған еді. Және Жетісу командасы дәл сондай ұпаймен 11-ші орында аяқтаған болатын. Сол Мақтаарал қатысу керек еді биыл, бірақ Мақтаарал Премьер-лигада ойнаудан бас тартты. Алыстан тамаша бір соқ жасап көруге болатын еді, бірақ Нұрлан Дайыров мүмкіндікті мөлшер алды допты. Енді бір дұрыстап тебу керек еді ғой. Жетісудың жанкүйерлерін көріп отырмыз. Сонау Талдықорғаннан келген жанкүйерлер, жалпы Алматы мен Талдықорғанның арасы 270 шақырым, 2,5-3 сағаттық жер негізі. Әдемі автобанда жақсы жүрсеңіз, жаздың күндері 2 сағатта да келуге болады. Сол Талдықорғаннан келген жанкүйерлер мінекей керемет атмосфера жасап жатыр. Жер жанаты Жетісудың басты командасы Қазақстанның абсолюттік чемпион деуге де келеді. 7 дүркін чемпионы қабылдап жатыр. Бірақ бұл ойын Талдықорғанда емес, Алматының қақ ортасында Жасқыран стадионда өтіп жатқандығын да айта кетейік. Серікжан кезекті пасы дәл өтпей жатыр және қазір Камыру бастаған жігіттер жылдам қарсы шабуылға шығады. Ян Вараговский ортаға әдемі пас, бірақ орталық қорғаушы. Жетісу қорғаушы әзірге мүмкіндік берер емес. Эбонгтың пасы да кішкене дәл болмады. Әйтеуір Томасов топқа әрең дегенде жетті. Макс Эбонг тағы да артқа қарай. Томасов. Мінеки жетісу деген керемет қолдау десіп отырмыз жанкүйерлерден. Жігіттердің барабаны бар, дайындығы бар, қолдау өте мықты. Макс Эбонг Лопес Уэсканың арқасында допты алып қойды, өз командасында қалдырды. Отызыншы минут өтіп жатыр. Ал біздің матчта есеп 0-0 әзірге. Вараговский Чондрич алды.
Карлитос, Лопес Уэска, испаниялық шабуылшы Марин Томасов қапталға пас, енді әулеті көтеріп беру керек осы жерде. Ай-ай-ай, жерлетіп ойнап жатыр, жерлетіп бұрыштама болады деген сөз демек. Сико қазір допта бұрыштамаға жібере салды. Екінші корнер. Үшінші бұрыштамаға кетіп бара жатыр. Ай, осы жол қауіпті болатын сияқты. Сонымен доп максимумға келмей қалды. Қақпаға бағытталған шамамен бұл соққы деп айтуға да келеді, бірақ барыс осы мүлдем басқа жаққа тепті. 29 жастағы жартылай қорғаушы мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Тағы да Томасов ортаға, бірақ соққы жасайтын ешкім жоқ. Мұндай кезде кішкене абай болмаса, алаң елері өз қақпасында гол соғып кете жаздады. Аут. Камара кімге пас берерін білмей тұр. Жанды Вараговский. Вараговский алды. Арт жақта Аманович. Абзал Бейсебеков ортада. Оң қанатқа пас. Масоурас. Томасов. Шын айту керек, жалпы ойын жаман өтіп жатқан жоқ. Былай қалып қарағанда, өйткені жетісу жігіттері бұл торыққанда ойын басталғалы бері қорғаныстан көз ашпай жатыр деп айтуға келмейді. Команданың біраз әдемі шабуылдарын көріп қалдық. Соққылар 2-5, дәл соққылар бойынша 1-1. Жетісу да қарап жатпай 2 соққы жасады негізі. 2 соққы бағыттап көрді. Бұрыштамалар 0-3, сейфтер 1-1. Топқа иелік ету 39-61%. Қонақтарда енді басымдық, жеткілікті басымдық бар. Тағы да Карлитос. Есінеге шықпағаннан кейін артқа қарай пас беруге мәжбүр болды. Барымсы Осей. Дәл төрешінің көз алдында тәртіп бұзылды. Антон Шрамченко деген жігіт. Бұл Виктор Брага, 22 жастағы шабуылшы, жетісу командасының сапындағы бразилиялық форварды, 2001 жылғы жігіт. Осы маусымның соңына дейін келісім шарт жасасқан. 31 желтоқсанға дейін былтыр бұл жігіт Ордабасы сапында ойнады. Қазақстан чемпион атанды. Брага, яғни алдыңғы маусымда Қазақстан жеріне қайта оралды. Былтыр Мақтаралда ойнаған айтпақшы. 24 матчта алаңға шығып 1 гол соқты. Абзал Бейсебеков Амановичке. Бұрыштама кезінде өте қауіпті нет Аманович. Және доп тағы да қонақтарда қалатын болды. Қолмен ойнағандықтан 5 нөмірдегі Раван Орынбасар бірінші болып ескерту қағазын алып отыр.
35 минутта осы стандарттар кәдімгідей көбейді. Демек, қазір қонақтар қақпаға кезекті мәрте дәл соққы жасауға тырысады. Елхан Астанов допты ұстап тұр, Демек, Елхан тебет деген сөз. Жалпы соққының алдында допты қай ойыншы ұстайды? Сол футболшы көп жағдайда, 90% жағдайда айыптауын өзі орындап жатады. Әлемдік жалпы тәжірибеде бар нәрсе. Бірақ десе де қазір Марин Томасов та күтпеген жерден қақпаға соққы жасауы мүмкін. Астанов, шамасы Астановтың өз тебеді ғой деймін, көрейік қазір. Сонымен Елхан Астанов өз тебеді. Сап қойып қойған қорғаушылардан ары аспады бұл доп. Бейсебеков өте қарапайым ойыншы. Бейсебеков және қорғаныста да, шабуылда да жақсы ойнайды. Осы команданың капитаны. Астана сапында ойнап жүргеніне біраз уақыт болды. Шамасы спорттық жолын осы елордалық командада аяқтап қалатынды сияқты. Көреміз, алдағы жылдары әлі жас Бейсебеков. Жас демекші, кезінде жастар құрама командасын сапында ойнаған. Румынияның қақпасына алыстан алаңның шамамен орта тұсынан тамаша гол соққанын білеміз. Ол ойын Алматының орталық стадионда 1-1 есебімен аяқталған еді. 2013-12 жылдар ғой деймін, қателеспесем. Іріктеу турнирлерінің бірі болатын. Тағы да сыртқа шығып кетті доп. Ал астаналықтар тағы да шабуыл жасап жатыр. Эбонгтың асырған пасы. Бер жақта Камара. Вараговский. Усман Камара. 25 жастағы шабуылдаушы ойыншы. Барнс Осей. Ортаға Астанов. Осей тағы да Камара соғын атты. Жоқ, бұл жолы Вараговский келді. Уэска Карлитос. Карлитостың пасы және өте қауіпті болды. Голкипер болмағанда қазір қақпаға доп кіріп кететін беді. Расында өте қауіпті ойнады. Жетісу деген керемет қолдауларды естіп жатырмыз. Томасов. Ал Жетісу қазір жақсылап тұрып қорғанысқа көшті. Серікжанға қарсы тәртіп бұзылды. Йоаннис Масоурас алаң жеріне допты ойнап қосып жатыр. Аманович. Осей. Қаптыға пас ол жақта Марин Томасов, бірақ Марин офсайдқа түсіп қалған сияқты еді.
да дегенде оған доп жеткен жоқ. Бонг Марин Томасов алыстан соққы. Тағы да бірақ Арсен Сиюкаев бұл допты еш қиындықсыз тосып алды. 40 минут өте шықты, есеп әзірге 0-0 және шамасы қызықтың бәрі екінші таймда болатын сияқты. Түбі екі команда да бір-бірінің қақпасына гол соғып кетуі мүмкін. Астана бүгінгі ойында фаворит, Астана бүгін гол салу әбден мүмкін. Бірақ жетісу жігіттеріне де ұпай керек. Оның үстінде осы маусымдағы алғашқы ресми матчтары Қазақстан чемпионатындағы, сондықтан да осы ойында арнайы көруге келген, талдырғана келген жанкүйерлер бар, футболшылардың таныстары бар, жақындары бар. Бәрі осы жетісудің жеңісіне куә болу үшін келді емес пе? Төреші 1-2 немесе 3 минут уақыт қосуы мүмкін бірінші таймға. Аут. Дәл қазір допқа иелік ету көрсеткіші 36-64%. Басында қонақтарда соққылар 2-8, дәл соққылар 1-4. Астаналықтар 4 дәл соққы жасады ойын басталғалы бері. Және бұрыштамалар саны 4-теу болды. Астана 4 бұрыштамада орындады. Сонымен қатар алаңғылар сатында Рауан Орынбасар матчтың 34-ші минутында ескерту қағазын алды. Ал елордалықтар қазір үзіліске дейін де қарап жатпай гол соғып кететін сияқты. Тағы да Усман Камара. Усманның өзі тепті. Кішкене сараңдық танытты Усман. Гвинеялық ойыншы. Гвинея ұлттық құрама командасында соңғы рет 2020 жылы өнер көрсеткен болатын. Астана сапындағы алғашқы маусым өткізіп жатыр. Былтыр Динамо Тбилисиде ойнады Усман Камара. Өте жылдам, өте мықты ойыншы екендігін көрдік бұл футболшының. Және Динамо Тбилиси командасы өткен жылы Еурокубок аясында ойнаған болатын. Астана командасымен кездесті. Және астаналықтар сыртта 2-1 есебімен жеңген болатын. Қарымта ойында Астананың алаңында матч 1-1 есебімен аяқталды. Сол кезде Усман Камара Астана ойыншыларына қарсы ойнаған еді. Қақтығыстың салдарынан 2-1 ойыншы жарақат алып қалды. Максим Чиканчи және 17 нөмірде Йоаннис Масоурас деген жігіттер. Доп паталасам деп бір-бірінің аяғын ауыртып алды өкінішке қарай. Мұндай футболда арасында кездесіп тұрады, орын алып тұрады. Ең бастысы қазір екі команданың ойыншысы алаңға қайта шығып жүгіріп кетсе деп отырмыз. Ең бастысы сол, жарақатсыз. Оның үстіне айттық, осы екінші туры матчтарынан кейін командалар үшінші турдың ойындарын наурыздың 30 мен 31 аралығы ойнайды. Яғни 3 апта футбол болмайды деген сөз. Шамамен бір айға жуық қой енді былай қарасаңыз. Бүгін наурыздың 5-ші жұлдызы. Жетісу командасы Аманович болмағанда қауіпті шабуыл ұйымдастыратын еді. Десе де доп қонақтарда Мужиков
Дайыров қасырып берді. Тағы да орталық қорғаушы Олег Самановичтен артылмай жатыр бұл доптар. Мужиков топқа таласуда және Серікжан Барыс Осойды құлатқан үшін қазір ескерту қағазын алады. Иә. Иә, Мужиков ескерту қағазын алды. Команда капитаны осы маусымдағы алғашқы сары қағазы. Ресми матчтағы ал төреші 3 минут уақыт қосты. Иә, жылы киініп алған жанкүйерлер қазір гол күтіп жатыр. Жетісудың жанкүйерлері Мужиковтардың ойындарын көруге келді. Барыс Осой қазір орнына тұрып ойынды жалғастырып жатыр. Томасов Макс Эбоңға. Эбонг дегенде өтіп кете алмады Макс. Таза 1 минут уақыт қалды. Кешқұрым уақыт. Ал бірінші таймда ақырындап қорытылайтын болсақ, енді допқа елік ету жағына қонақтар көп басым болды. Соққылар жағына да қонақтар басым, жаңа айттық. Бірақ Жетісу жігіттері шын айту керек, бірінші таймда жақсы қорғанды. Және бүгінгі ойында 90 минуттың қорытындысы бойынша қонақтарда мүмкіндік міндетті түрде болады. Мужиков артқа қарай тартып жатыр. Кішкене допты өз командасына көбірек ұстаудың шет жағасына, яғни қамына кірісіп кеткен. Қалмырзаның пас өтпеді. Аут десе де минут аяқталып жатыр. Расында негізі төреші 3 минут қосқанда оның 1-1,5 минуты Барыс Осойдың жерде жатуымен өтті. Сондықтан да осының барлығын ескерген болу керек. Адыл Қаза командасы қазір допты енді алған сәті еді. Бірден доптан арылды. Карлитос Камараға. Усман Камара. Әдемі пас, бірақ Астановқа бұл доп расында жетпеді. Сонымен қадірменді көрермен, бірінші тайм.
Сонымен қадірмен көрермен, екінші тайм басталды. Есеп 0-0, 47 минут өтіп жатыр. Бірінші 45 минуттың қорытындысы бойынша қонақтар допқа көбірек иелік етті және көбірек соққы жасады. Соққылар бойынша 9-да 2, яғни 2-де 9, қонақтар 9 рет теуіп, оның 4-ін қақпаға дәл бағыттады. Сондай-ақ 68% допқа иелік еткендігінде айта кеткеніміз жөн. Ал және бұрыштамалар бойынша 0-де 4 болды. Ал Астана Жетісу командасы 32% допты ұстады. 2 рет теуіп, оның біреуін қақпаға дәл бағыттап көрді. Жалпы алғанда бірінші таймда Жетісу командасында 2 ескерту қағаз болды. Алдымен 34 минутта Рауан Орынбасар дөрекі ойнаған үшін сары қағаз алса, бірінші таймның соңына қарай 46 минутта капитан Серікжан Мужиков амал жоқ ойын тәртібін бұзуға тура келді. Ол шабуылды тоқтатқан болады. Тағы да ескерту қағазы мінекей және Нұрлан Дайыров ескерту қағазының авторы атанып отыр. Осылайша 3 сары қағаз. Жалпы ойыншыларды қазір жылдам таныстыра кетейікші. Енді қонақтардан бастайық. Астана командасы Дайыров осы жерде топты көбірек ұстап қойған үшін төрештен ескерту қағазын алып отыр. Астана қақпасында Йосип Чондрич 93-ші, 6-шы Ян Вараговский, 15-ші нөмірде Абзал Бейсебеков, 17-ші Йоаннис Масоурас, 27 жастағы қорғаушы, сондай-ақ Алекс Саманович 45-ші, Макс Эбонг 7-ші, Марин Томасов 10-ші, Барнс Осей 19-ші, Эльхан Астанов 21-ші, Лопес Суэска Карлитос 9-ші нөмірде және Усман Камара 28-ші нөмірде. Бас бапкер Георгий Бабаян. Қонақтар 4-2-3-1 жүйесі бойынша ойнап жатыр. Жетісу командасының қақпасында Арсен Сиукаев 77-ші, Қорғаныстан Нұрлан Дайыров жаңа ғана сары қағаз алды. 3-ші нөмірде Гия Чадунели 4-ші, Рауан Орынбасар 5-ші, Мейрамбек Қалмырза 6-ші нөмірде, 23-ші Асхат Балтабеков бар, 7-ші капитан Серікжан Мужиков, 11-ші Данияр Үсенов, 20-ші нөмірде қазір осы шабуыл қаншалықты қауіпті болады екен қақпашы ұстап алды. 20-ші нөмірде Антон Шрамченко, 9-ші Максим Чеканчи және Виктор Брага 88-ші нөмірде. Бас бапкер Қайрат Нұрдәулетов. Бұл Қазақстан чемпионатының екінші туры, Астананың екінші матчы, ал Жетісу командасының осы маусымдағы бірінші ойыны. Бұл турасында біз бірінші турда Жетісу не себепті бірінші турда ойнамағандығын айттық. Сондықтан да көрермендер бұл жағын біле жатыр. Астана әзірге онлайн таблицада 4 ұпаймен көш бастап тұр. Бірінші турда жеңгендігін айттық қой, Жеңіс командасын. Бүгін бірақ бұл ойын 0-0 емес, гол болады деген ойдамыз. Өйткені Жетісу командасында мүмкіндіктер болады. Мінекей осылайша, қауіпті шықты, бірақ офсайд дейді. Йосип Чондрич қақпасында кәдімгідей қауіп болды. Мінекей Антон Шрамченко және Жетісудың жанкүйерлері. Жетісу командасының тарихы сонау 1981 жылы басталғандан айттық. Ал Астана 2009 жылы құрылған, осыдан 15 жыл бұрын негізі Астана аренада ойнайды. Былтыр бұл команда екінші орын алды. Ішкі чемпионатта УЕФА-ның клубтық рейтингісінде топ 150 команданың қатарына кіреді. Ал өз заманында Еурокубоктерде тұрақты ойнап жүрген заманда команда 50-ші орынға дейін қателеспесем көтерілген болатын. Қона алаң иелерінің, шартты түрдегі алаң иелерінің тағы бір шабуылын тамашалап көрейік. Қаншалықты қауіпті болады екен. Серікжан Мужиков ортаға қарай пас шығару керек, бірақ тым не істеді бұл? Қақпаға тікелей соққы жасаған сияқты Мужиков өзінің бұрынғы командасына қарсы, бірақ мүлдем қиыстау кетті. 51-ші минут, есеп әзірге 0-0. Еурокубоктерде ең көп матч өткізген команда екендігін айта кетейік. Алғаш рет 2013-14 жылғы маусымда Еуропа лигасының бірінші айналымында іріктеу турнирінде Болгарияның Ботев командасымен кездесіп, Астанадан 0-1 есебімен жеңіліп қалған. Қонақта 0-5 есебімен жеңілді және сол кезде Ботевтің бас бапкері Станимир Стаилов болады. Сол Стаилов келесі маусымда келіп, Астананың тізгінін өзі ұстады және Стаиловтың келуімен қасында Григорий Бабаян ол кезде бас бапкердің көмекшісі. Сол екеуі керемет тандем болып, Астана бірнеше дүркін чемпион атанды, бірнеше дүркін Еурокубоктерде өнер көрсетті. Бірақ соңғы жылдары команданың жағдайы
шын айтқанда мәз емес. Ішкі чемпионатта, сондай-ақ Еурокубоктерде топтық кезеңге өте алмай жүр. Енді былтыр Еуропа конференция лигасында ойнағандығын білеміз 2023-24 жылы маусымда, бірақ негізі команда чемпиондар лигасында ойнауы тиіс еді ғой. Оны көрермен қауым жақсы біледі. Маусымда іріктеу турнирін Грузияның Тбилиси командасына қарсы өткізіп бірінші айналымда жеңді. Сыртта 1-1, жоқ, Астанада 1-1 және сырт алаңда 2-1 есебімен жеңді. Бірақ екінші айналымда Хорватияның Динамо Загреб командасына қайтадан түседі. Өйткені бұл командадан осыған дейін ойнаған астаналықтар және Астанада 0-2, сырттан 0-4 есебімен масқара болып жеңіліп қалды және Еуропа лигасында бағынсыз Лудогорец командасымен кездесті. Астанада 2-1 жеңгенмен сыртта 1-5 есебімен жеңілді. Жалпы есепте 3-6. Сөйтіп команда конференция лигасының біріншіден топтық кезеңіне түсті. Партизани Албания Хорватияның Динамо Загребіне тағы түсті. Виктория Плзен Чехия және Косовоның Балкани командасымен топтық кезеңде ойнаған болатын, бірақ өкінішке қарай біздің жерлестеріміз, яғни Астана командасы Еурокубоктерде былтыр маусымда 3-ші орында аяқтады. Қараңғы батып қалды. Астанада, Алматыда бірінші таймда ойын басталған кезде кәдімгі жарық болатын. Және үзілістен кейін Қайрат Нұрдәлиевтің жігіттері бір-екі мәрте шабуылға шығып көрді. Максим Чиканчиге қарсы осы жерде бір дөрекі ойнап қойды. Абзал Бейсебеков Абзал емес, Алекс Аманович екен, кешіріңіздер. Астананың орталық қорғаушысы Алекс Аманович қазір сары қағаз алып отыр. Бірінші ескерту қағаз қонақтар үшін. Жетісу сапында Нұрлан Дайыров, Рауан Орынбасар және Серікжан Мужиков ескерту қағазын алды. Стандартты жағдай алаң иелері үшін сәтсіз аяқталды. Бірақ Астана сияқты алпауыт командамен негізі 55 минут бойы 0-0 ойнауда жалпы жаман емес. Қазір соққылар 4-10, дәл соққылар 1-5 болды. Абзалдың пасы өтпеді. Серікжан Мужиков. Ой-ой-ой-ой-ой. Жетісу ойыншысы қазір аяғына ұртып алды. Дайыров. Қазір бейне қайталау керек бізге міндетті түрде. Қосоқырудың ойыншыларында көріп отырмыз. Серікжан Мужиковтың әдемі пасы және бұл жерде Барнс Осей кішкене бөгет болды. Алекс Аманович тіпті алдын жауып қалды. Бірақ Амановичке дейін Осеймен қақтығысып, Дайыров осылайша аяғына ауыртып алды. Екінші таймда ескерту қағазын алған ойыншы Дайыров.
Қонақтар шабуыл жасап жатыр. Камара, Максебонг. Тағы да сол қанатқа. Вараговскийдің пасы. Қақпаға соққы, бірақ Карлитос биік теуіп қойды. Испаниялық ойыншы Карлитос 1990 жылы дүниеге келген. Өзінің карьерасында Ламия, Легия, Панатинайкос, Альвахта, Вислав Краков, Вильяреалдың екінші командасы және Динамо Санкт-Петербург деген командаларда ойнаған екен. Түрлі клубтарда бағын сынаған ойыншы. Былтыр Грекия чемпионатында өнер көрсетті. Лавия сапында 22 матчта 10 гол соққан. Статистикасы жалпы алғанда жаман емес. 18-19 жылы тіпті бұл жігіт Чемпиондар лигасында өнер көрсеткен. Браганың тепкені. О, тамаша! Виктор Брага әдемі соққы жасады, бірақ Чондричтің қолынан табылып отыр. Осылайша алаңғылары бүгін ойын басталған бері қақпаға екінші мәрте дәл соққы жасап отыр. Уақыт өткен сайын қазір голдың ауылы жақындап баратқандай. Түбі бір гол болатын сияқты. Брага дөйлеп ойнап тәртіп бұзып қойды. Бірден Беларусь құрамасының ойыншысынан кешірім сұрап жатыр. Ал қазір Нұрлан Дайыров кететін болды. Оның орнына Қыбырай алаңға шығып отыр. Ескендір Қыбырай 14-ші нөмірде өнер көрсетеді. 26 жастағы жартылай қорғаушы, бойы 1.83. Алыстан бір соққы. Қазақша түсіді бұлық, негізі Викторға. Қазақ жерінде өтіп жатыр, Қазақстан чемпионаты. Бір тілді айтыда жеткілікті негізі. Түсінікті ғой. Қайталай бергенше. 0-0. 60-ші минут кетті. Ескендір Қыбырай алаңға шықты. Астана ойыншылары қазір дене қыздыру жаттығуларын жасап жатыр. Қонақтар сапында Быстров бар, қосал құрамда Казуколов, Қуат, Прокопенко, Урега, Досмағамбетов, Заруцкий, Кусяпов, Басманов, Сейсен, Рамазан Кәрімов және Жақсылық деген жігіттер отыр. Алаңға шығуы мүмкін футболшылар. Жетісу сапында Қараман, Атаханов, Каслык, Мосиашвили және Мухаммед. Қосал құрамның ойыншылары. Үсенов, Данияр Үсеновке қазір кішкене жылдамдық жетіспеді. Осыны ескеріп, Үсеновке кішкене сәл жарты секунд бұрын ертерек пас беруге де болатын еді негізі. Астаналықтардың кезекті шабуылы Масу Орас. Аспандап шығарды. Масу Орас тамаша өтті, енді пас беретін кезде бұрыштамаға кетті. Мейрамбек Қалмырза мүмкіндік бермеді. Қонақтардың осы ойындағы 5-ші бұрыштамасы. Карлитос топты ойға қосып берді. Өте қауіпті болды және екінші қайтара соққы. Және соққы! Усман Камара тепті. Оның алдында Барнстың тепкенін Арсен Сиюкаев барынша әдемі қайтарды.
Марин Томасов жылдам өтіп кете алмады. Балтабеков мүмкіндік көрген жоқ. Асқат. Томасов. Алекс Саманович. Осей. Ой-ой-ой. Масоврасқа қарсы кішкене жетісу ойыншысы өте дөрекі ойнады. Төреші әзірге Үсеновке ауызша ескерту айтып жатыр. Айболағына пас. Марин Томасов. Оң аяқпен де, сол аяқпен де жақсы ойнайды бұл жігіт. Ал қонақтар сапында қазір алаңға тыңнан 2-1 ойыншы шығайын деп жатыр. Есеп 0-0. Мұны ескерген Григорий Бабаян қазір алаңға өзгерістер енгізуге мәжбүр. Тыңнан ойыншылар шығады деген сөз. Осы орайда осы мүмкіндікті пайдаланып жетісу командасы да шабуылға шығып көреді. Жетісудың да негізі гол салатын жалпы алғанда қауқары бар. Біз бұны байқадық бағаналы бері. Масуорас. Жетісудың жанкүйерлері мықты. Керемет қолдау көрсетіп жатыр бағаналы бері. Урега, Рамазан Кәрімов екеуі алаңға шықты. Мінекей шығып жатыр. Қазір хорватиялық ойыншы демалысқа кетіп бара жатыр. Астана командасының вице-капитаны Томасов. Жоқ, жерде Лопес Уэсканы алмастырған екен. Және Томасов демалысқа кетті. Урега орнына шығып отыр. Макс Эбонг. Эбонгқа қарсы дөрекі ойнады. Фол. Айтпақшы, қазір фолдарды бір санап көрейік. Жетісу ойын бастағалы бері тәртіпті көп бұзды. 10-нан астам фол жасаған. Қонақтар да біраз тәртіп бұзған екен. Марина Томасова, игравшая в номером 10, под номером 23, выступил Фабиен Урега. И вместо бывшей игры
Carlos Daniela López Уэска, игравшего под номером 9. Под номером 81 выступил Рамазан Каримов. Назар аударыңыздар, Астана командасында ойыншылар арасында. 13 нөмірді баптықпен Майын Томасов орнына алаңға 23 нөмірде Қайрат Нұрбек және 23 нөмірде Фабиан Урега тыңнан қосылған ойыншы қанша дегенде жылдамдығымен көзге түсіп жатыр. Жетісу алға деген лозунгтарды көріп отырмыз. Жетісу алға деген жанкүйерлердің қолдауында естіп отырмыз. Керемет қолдап жатыр және қазір Масу Орастың асырған пасы қақпаға соққы жасауға болатын еді. Жанталасып жатыр командалар. Бейсебеков, Брагаға кішкене асықпау керек еді. Абзал Бейсебеков бұлдап жете ме екен? Абзалға сәл абай болу керек. Брага кішкене дөрекі ойнап қойды. Алпыс 9 минут басталды. Есеп 0-0. Екінші турдың ең алғашқы ойына. Еске салайық, дәл осы турда Қайсар Қызылжармен келіседі. Ол ойын 6 наурызда болады. Ертең, сондай-ақ ертең Атырау мен Ордабасы арасындағы тамаша матч бар. Тобыл Елімай кездесуі. Атырауда биыл ұтылған жоқ. Бірінші турда Ордабасы тіпті жеңіске жетті. Атырау сыртта Елімаймен 0-0 тең түсті. Ал Ордабасы командасы өз үйінде Шахтерді 5-0 жеңді. Тобыл Елімай, Жеңіс Шахтер және Тұран Қайрат арасындағы матч бар. Осы жерде бір соққы жасайтын футболшы бар ма екен өзі? Дәл қақпаға жетпей жатыр. Макси Бонг қапталға асырды. Астанов ар жақта шабылды, түймейтін ешкім жоқ. Аут болды ғой деймін шамасы. Каталас Эбонг артқа қарай, ортада Аманович, Урега. Абзал Бейсебеков. Әдемі, тағдай Астанов енді. Мінекей, соңғы сәтте қақпаға соққы жасайтын кезде ыңғайы келмей жатыр. Бұл жерде кезекті мәрте Антон Шрамченко қауіптің бетін қайтарды. Топқа талас Кәрімов. Өткен жылы Мақтарал сапында өнер көрсетті Рамазан. Сөйтіп Астанаға қайта оралды. Ой-ой-ой-ой-ой, Рамазан Кәрімов тәртіп бұзып қойғандықтан гол есепке алынбайды. Арсен Сиукаев қолына ұстағысы келіп тұрған еді. Қазір көрейік. Усман, Урега, Фараговский, тағы да Сиукаев. Жетісу жігіттері қазір шабуылға шығып көреді. Арсен асықпайды.
Өткен жылы Спартак Нальчик сапында ойнағандығын айттық. Бұл жігіттің Ресейден келген Жетісу сапындағы алғашқы матчын өткізіп жатыр, ресми матчын. 72 минут өте шықты. 0-0 әзірге, және дәл осындай қарқынмен бүгінгі ойында жалпы жеңімпаз бір голдың нәтижесі бойынша анықталатын сияқты. Шрамченко допталды. Енді қаптылға пас асырып жатыр және тәртіп бұзылды. Жетісу ойыншысы кішкене бөлек ойнап жатыр. Асықпау керек еді. Максим Чиканчи, 25 жастағы шабуылшы. Чиканчи өткен жылы бұл жігіт Қызылжарда ойнады. Жалпы Қызылжар сапында 2 маусым өнер көрсетті. Былтыр Қызылжар сапында 24 матчта алаңға шығып, Қазақстан чемпионатында 4 гол салды. Олимп Долгопрудный, Локомотив Казанка, Локомотив Мәскеудің 21 жасқа дейінгі командасында ойнаған кезінде 2015 жылдары. Ал қойдым, доп Астана жігіттерінде. Ескерту қағаздары 4-еу, оның біреуі Амановичте Астана сапындағы қорғаушы, және Жетісуда Дайыров, Мужиков, Орынбасар деген жігіттер сары қағаз алды. Астанов топқа таласып жатыр. Аутқа кетті тағы да. Ақпаш тағы да өте сауатты ойнап жатыр Арсен Сиукаев. Чиканчи, Шрамченко. Ал мұндай Чондрич жібермейді, өйткені дәл хорватиялық қақпашының алдына шығарып берді ғой. 0-0 аяқталса Жетісу маусымдағы алғашқы ұпайына болады. 1 ұпай болады, ал Астана 1 ұпай еншілеп әзірге бүгінгі ойынның қорытындысы бойынша турнир кестесінде 4-ші орында тұра береді. Бірақ Ақтөбе 2-ші турда ойнамайды. Астана, Тобыл, Қайрат сияқты командалары жеңіске жетсе, онда Астана 1-ші орыннан төмен түспейтін. Сонымен Жетісу жігіттерінде керемет мүмкіндік пайда болды. Шрамченко қазір орта қарай пас беру керек және қақпаға соққан Антон Шрамченко! Матчтың 75-ші минутында есеп ашты. Шрамченко екінші таймда бірнеше мәрте өз қақпасының маңында тамаша қорғанып, қауіпті сәттердің бетін қайтырған еді, және қазір қарымта шабуылға әдемі шығып, есеп ашты. Чондрич 75 минут бойы жұмыссыз тұрған еді. Жаурап қалған Чондричтің қақпасына Шрамченко керемет гол соқты. 1-0. Иә, мүмкіндік алаң елерінде болады деп айтқан едік. Белорусиялық 31 жастағы ойыншы. Өткен жылы Мақтарал сапында ойнаған Қайрат Нұрдәулетовтың қоластында ойнаған жігіт өз мүмкіндігін керемет пайдаланды. Қақпаның сол бұрышын әдемі көздеді және хорватиялық голкипер шарасыз болды. Енді Шрамченко сөзсіз керемет ойнады. Биыл Жетісу сапындағы бірінші ресми ойынында бірінші голын салып отыр. Беларусь құрамасының жастар құрамында ойнаған кезінде 2015 жылы Шрамченко Антон гол салды. 30 жастағы футболшы гол авторы атанды 75-ші минутта. Ал енді астаналықтар қарымта шабуылға шығады. Жалпы алғанда қазір командалардың осы ойындарын еске алайықшы, тарихтарын. Командалар әр жылдары бір-бірімен 35 матч өткізген. Және оның жетеуінде енді жалпы Қазақстан чемпионаты мен Қазақстан кубогының ойындарын айтайықшы. Соның барлығында 35 матчтың жетеуінде осыған дейін Жетісу жеңген. Қалған 22-сінде Астананың мерей үстем болған. Премьер лигада енді 30 матч ойнап, 6-ауында Жетісу жеңген. 20-сында Астана және 4 ойын теңесеппен аяқталды. Қазақстан кубогында 5 ойын өтті. 1 рет Жетісу жеңді. 2 рет командалар теңесіп, қалған 2-ойында қонақтар жеңіске жетті. Яғни Астана команда жеңіске жетті. Ал қазір төреші варда отырған әріптестермен не туралы сөйлесіп жатыр екен. Гол болды ғой, енді тәртіп бұзылған жоқ негізі.
Басқа қандай мәселе қарастырылып жатыр, не айтылып жатыр матчтың соңына қарай? 1-0 Нұрдәулетов жігіттерді жақсылап дайындаған сияқты. Міне қорғанып ойнап жүріп те, ой, var қаралады дейді. Var не үшін? Көрейікші қазір. Бәлкім ойын тәртібі бұзылған шығар. Режиссерлар бізге де varды көрсету керек. Мужиков Алекса Амановичті алдап өткен сәтте Серікжанның қолына доп тиіп кеткен деген мәселе қарастырылып жатыр. Капитанның қолына доп тигені расталса, онда жаңағы жерде гол есепке алынбауы мүмкін. Браганың пасы Антон Шрамченко әдемі өтіп, әдемі гол соққан. Қараңыздаршы. Бұлай қарасаңыз, нөлдік бұрыш қой, енді бұлай голдың кіру өте қиын, ықтималдылығы. Ал жерде Серікжанның қолына доп тиген сияқты. Құлшы ретіне. Не болса да әліптің артын бағамыз. Төреші қазір қандай шешім қабылдайды? Ой, гол жоқ дейді. Өкінішті. Доп қолға тиген екен. Доп қолға тиді. Есеп 0-0. Қандай әдемі гол соққан еді. Бірақ Серікжанның қолына доп тиіп кеткендей көрінді, мойындау керек. Төреші соны аңғарды. Барда отырған төреші Қайрат Нұрдәулетов қазір ескерту қағазын алып отыр. Әттеген-ай, әдем гол болатын еді. Расында әдем гол болатын еді. Қайрат мырза қазір өз ойыншыларын қамшылап жатыр. Әлде осында мүмкіндік болатындығын айтып жатыр шамамен. Ал матчтың аяқталуына қанша 12-13 минут уақыт бар, көп болса. Төрешінің қосатын уақытын есептегенде бір көп болса 15 минут дейікші, жарайды. 15 минутта Жетісу командасында мұндай мүмкіндік бола ма екен? Болуы да мүмкін, Астана командасына бұл дегеніңіз кәдімгідей ескерту болды. Соны ескеріп, қазір еліміздің 7 дүркін чемпионы мүмкіндікті, ендігі мүмкіндіктерін мүлтібере қоймас. Көреміз. 80 минут басталды. Есеп әзірге 0-0. Исламбек Қуат, Қазақстан құрамасының ойыншыларының бірі. Қазір алаңға шыққалы жатыр. Шрамченко. Оған қарсы Ян Вараговский ойнап жатыр. Максим бөлек ойнақ қой, және қайда? Астана командасы топты ойынға қосатын болды. Исламбек кімді шақырып жатыр? Шыға бер дейді, өзім кіре салам дейді. Өте тәжірибелі ойыншы. Исламбек ұлттық құраманың вице-капитаны. 1-2 матчта капитандық міндетпен алаңға шыққан еді. Максим қазір айналып жүріп топты әдем алып қойды. Жалпы бүгін қонақтар жаман ойнаған жоқ. Исламбек Қуаттың аяғына доп жанасып жатыр. Вараговский, Исламбек Қуат, екеуі ұлттық құраманың ойыншысы. Бер жақта Абзал Бейсебеков бар, сосы кетті. Янис Масурас. Янис Масурас деп айтқан дұрыс болар. 21 жастағы грекиялық футболшы. Грекияның 21 жасқа дейінгі құрамасында ойнаған кезінде 2019 жылы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирінде. Исламбек Қуат.
Есеп әзірге 0-0. Бейсебеков бүгін қорғаныста. Жалпы астаналықтар бүгін қорғаныста қатты бір бас көтерілмейтіндей бір қорғанған жоқ. Өйткені допты өздері көбірек ұстады, көбірек шабуылдады. Алайда әзірге одан еш нәрсе шығар емес. Фабиан Нурега көтерді. Командаласа тиген жоқ. Ай. Чиканчи. Допты аяғынан ұзатып алды, әйтпесе Абзал Бейсебековті айналып өтіп кетуде мүмкін еді. Астанов ортаға қарай. Аманович өз соққы жасайды. Ой, Аманович кішкене қоя салу керек ау. Осылай керек кезде мұндай сәттерді мүлт жіберіп алды. Қауіпті шабуылды ұйымдастырып көруге болады. Бірақ енді Амановичтің де еңбегі бар. Ешкімнің күмәні болмас үшін, құрметті көрермен жүргізушілер, бізге бейне қайталауды көрсетіп жатыр. Ал Антон Шрамченко негізі еңбектеп өз еңбегімен салған еді. Сержан болса иыққа тиді деп айтады, қолға емес. Аут. Ал жетісу жігіттері соңғы минуттарда қазір белсенді бола бастады. Ескендер Қыбырай. Тағы да ескерту қағазы. Рамазанға қарсы ойын тәртібі бұзылды және жетісу жанкүйерлері өте белсенді. 90 минут бойы қолдауларын өте тоқтатқан жоқ. Ал грекиялық Янис Масурас аяғында ұстай алмады. Грекия жастар құрамасында ойнағандығын айтты. Осыған дейін Масурас деген жігіт түбі бір гол болатын сияқты. Мәселе қай команда соғып кетеді. Былай қарасаңыз, матчтың фавориті қонақтар екендігін айтты, өздеріңізде көріп отырсыздар. Алайда жетісу жігіттерде тәп-тәуір қорғанып жатыр және қарымта шабуылдарға да әдемі шығатындығын көрсетті. Мысалы қазір тағы да Шрамченко ортаға қарай доп ұстауға болатын Данияр Үсенов допқа таласады және Чондрич. Соқпаса көруге болады. Және Мира кім қазір? Ян Вараговский, Қазақстан құрама командасының ойыншысы Ян Вараговский 87 минутта есеп ашты. Әттеген-ай Арсен Сиюкаев осыған дейін қаншама қауіптің бетін қайтарған еді. Ал алыстан шыққан допты ұстай алмады. Қазақстан құрамасының үздік ойыншыларының бірі Назарбаевымыздар жетісу командасынан соңғы ойынға
işlemede Yan Baragovski. Ян Вараговский допты алып керемет соққы жасады, әдемі. Иә, бұл жерде Сиукаев, шын айту керек, доптың шу бағытын дұрыс көрмей қалған сияқты. Сексен сегізінші минут. Ян Вараговский маусымдағы бірінші голын салып отыр. Енді жетісу жігіттері қарымта шабуылға шығып көреді. В этот день команда «Жигуль» принимает команду «Шахтер» из Донецкого города Караганда. Иә, бүгін Астана жеңіске жетсе, онда 6 ұпаймен бірінші орын сақтап қалады. Жалпы ертең екінші турдың ойындары өтеді ғой. 3 ұпайы бар командалар жеңіске жеткен күннің өзінде де сол 6 ұпаймен енді көш бастап тұрмаса да, жалпы жеке көрсеткіштердің бойынша екінші, үшінші орында болуы мүмкін, бірақ бәрібір де 2 ойын, 2 жеңіс бұл әрине Астана командасы үшін өте керемет мүмкіндік деген сөз. Мінекей Данияр Үсенов те демалысқа кетті. Үсенов те бүгін екінші таймда, әсіресе соңғы минуттарда допты алып, қақпаға бір соққы жасап көретін мүмкіндік болған еді. Алайда ол мүмкіндікті Үсенов пайдалана алмады. Мұхаммед алаңға шықты. Әлияр Мұхаммед 22 жастағы ойыншы шабуылшы өнер көрсетеді. Кәрімов, Вараговский Камараға қалдырды. Усманға қарсы тәртіп бұзылып отыр. Алексаманович. Камара. Эбонг пас беру керек бұл жерде. Ерхан Астанов бұрын қапталда. Өз соққы жасап жатыр. Астанов әдемі тепті. Және пенальти. Пенальти астаналықтар айып тобын орындайтын болды. Соңғы минуттарда және қатардан екінші матчта 2-0 есебін аяқтауға жақын. Шын айту керек, бұл жерде Ескендір Қыбырай әдейі құлатам демеген. Урегана тізе істеп кеткен сияқты, және онсыз да ұтылып жатқан командаға былайша айтқанда жығылғанға жұдырық болды. Ішкі чемпионатта және Еурокубоктерде әбден тәжірибе жинаған Астана қазір алғашқы ұпайларын алып жатыр. Матчтың соңына қарай жеңіп жатыр. Десе де қазір Арсен Сиукаев пенальтиді қайтаруы мүмкін. Одан кейін жетісу жылдам қарымта шабуылға шығып, таразбасын теңестіруі мүмкін. Ондай сценарий де бар. Төреші матчқа қанша уақыт қосады екен? Ерхан Астанов есепті еселіп кетуі мүмкін. Астанов бірінші турда да гол соққан еді. 62-ші минутта жеңіс қақпасына.
Станов тебеді, Арсен Сиюкаев қайтаруға тырысады. Пенальти. Төреші бір 5-6 минутта қосу керек. 2 минут өтіп кетті. Серхан Астанов пенальти тебеді және есеп 2-0. 2-0 Астана командасы жеңіске жетті. Иә. Бүгін қонақтар лайықты түрде жеңді десек қателеспейтін шығармыз, өйткені ардақты ағайын, қазір 93 минут басталды ғой, қонақтар допқа 66% иелік етті. Сонымен қатар 20 рет қақпаны нысана қалып, оның 12-сін қақпаға дәл бағыттады. 5 бұрыштама добын орындады. Бір ғана ескерту қағазын алды. Астанов осы маусымдағы ішкі чемпионаттағы 2-ші голын салды. Сөйтіп, бұл жігіт Астана сапындағы әзірге үздік сүрмергендер көшін бастап тұрған жайы бар. Қыбырайдың қарсысын құлатқан сәті, Астановтың гол салуы және матч аяқталды. Қазір 92 минут бойы гол соға алмаған Жетісу матчтың қалған бөлігінде 2 гол салады дегенге сену қиындау. Қазір де қонақтар допқа көбірек иелік етіп жатыр. Ал қазір Кипрас Казуколовас алаңға шығып жатыр. 23 жастағы қорғаушы. Елхан алмастырып отыр. Литва құрама командасының қорғаушысы Кипрас Казуколовас. Былтыр Еуропа чемпионатының іріктеу турнирінде ұлттық құрама сапында 4 матчта алаңға шыққан. Төреші 6 минут уақыт қосты. Оның 4-еуі артта қалды, аяқталды. Жальгирис академиясы түлезі есеп болады. Кипраста Астана сапындағы бірінші маусымын өткізіп жатыр. Бірінші матчын өткізіп жатыр. Кипрас Урега. Исламбек Қуат. Кипрас. Жанында Абзал Бейсебеков бар. Қуат келді. Елхан Астанов командасының 2-ші голын салып, бүгінгі матчта қарсыластарының сағын сындырып тастады. 0-1-дің өзіндегі Жетісу жігіттері жанталасып жатқан болады. Негізі мойындау керек, Жетісу бұл кездесуде бірінші болып гол соқты. 75-ші минутта Антон Шрамченко әдемі гол соққан еді, бірақ сол Шрамченкоға пас беру кезінде капитан Серікжан Мужиковтың қолына доп тиіп кеткен. Нәтижесінде гол есепке алынбады. Серікжан Брагаға береді, ал Виктор Брага болса Антон Шрамченкоға әдемі пас шығарған еді. Есеп 1-0 болғанда бәлкім Астана басқаша ойнайтын еді, және Жетісуда гол өткізбей сол 1-0 есебін сақтап қалатын еді. Фол тағы да Брага кішкене жылдамдатып жатыр, тезірек дейді. Исламбек Қуаттар асықпайды. Жартақ минут уақыт қалды, енді 0-2. Жетісу, былай қарасаңыз, Жетісу жанкүйерлердің өкінішіне қарай бұл матч маусымның бірінші ойыны сәтсіз басталды. Енді басы қатты болса, аяғы тәтті болады. Сондықтан маусым барысында Жетісудың жарқын жеңістері алда деп білеміз. Ал Астана әрине биылғы маусымда чемпиондыққа талас жүргізеді. Былтыр 2-ші орын алғандығын айттық. Жалпы биыл чемпиондыққа бірнеше команда таласады. Олар Астана клубынан бөлек Ордабасы, өткен маусымның жеңімпазы, сондай-ақ Ақтөбе командасы, Тобылдың да жалпы алғанда қарқыны өте мықты. Және Қайрат командасы да чемпиондыққа талас жүргізеді. Мінекей осы 5-1 команданың арасындағы бір керемет талас болады. Сондай-ақ Атырау, Елімай, Жетісу, Қызылжар, Қайсар, Жеңіс, Тұран, Шахтер деген командаларда аянып қалмайды. Астаналықтар қазір 3-ші голын салуға талпынып жатыр. Рамазан Кәрімов допқа таласқан еді. Жетісу жігіттерінде соңғы шабуыл бола ма? Жоқ. Матч аяқталды.